Жалында жастар қоғамдық бірлестігі. 2008 жылдан бері Оңтүстік Қазақстан облысындағы Қазығұрт ауданында Жалында жастар қоғамдық бірлестігі жұмыс істеп келеді. Бұл үкіметтік емес ұйымның негізгі мақсаты ауыл жастарының белсенділігін арттырып, үш тілді терең меңгерту. Ол қазақ, орыс және ағылшын тілі. Ең әуелі бірлестік балалар мен жасөспірімдерге арналған тіл орталығы болып жұмыс істеді. Сол кезде English Access Microschool Airship Program халықаралық әлеуметтік жобасы аясында аз қамтылған немесе толық емес отбасылардың 13-20 жас аралығындағы жастарына қолдау көрсету негізінде жүргізілді. Бұған ақш мемлекеттік департаменті қаржылай көмек жасады. Тіл білімін арттыру кезінде оларға көшбасшылық қасиетін де дамыту қажеттілігі пайда болды. Осыдан кейін бізде 20 жас үйретуші аудандағы жастардың бастамаларын нәтижеге жеткізу үшін еңбек етуге кірісті. Негізінде осы оқушыларға сабақ беру, мұғалім болу деген ой мүлдем ойыма келмеген, бірақ осы 2 жыл ішінде Жалында жастар қоғамдық бірлестігімен осы Access микростипендиялық бағдарламасымен жұмыс жасай жүріп, осы жастармен жұмыс жасау, сонымен қатар оқушыларға тіпті бір нәрсені болуға үйретуге ынтам күннен күнге дейін арта түсті. Және де қазірде жасап жатқан жұмысым өзіме өте қатты ұнайды, және осы оқушыларым өте бір жан-жағынан өте ақылды. Бұның актуалды болғаны соншалық 2016 жылы үкіметтік емес ұйым елші әйелдер клубы мен ақш консулдығынан тағы 3 жобаны жүзеге асыруға қаржы көзін тапты. Осы арқылы Қазығұрт ауданындағы ауылдық округ жастары одан әрі білімін жалғастыруға мүмкіндік алды. Жалпы бұл бағдарлама Қазығұртта алғашқы рет жүзеге асырылып жатты. 2015 жылдан бастап оған 20 жас оқушылар іріктеп алынып, осы жоба бойынша көптеген іс-шаралар ұйымдастырдық. Жастар өте белсенді, әртүрлі мерекелерді ұйымдастырамыз. Сонымен қатар біз Жалында жастар қоғамдық бірлестігі Береке қоғамдық бірлестігінің Береке ынтымақ жобасы аясында 2 жылдық жобасына қатыстық, және сол жобада көптеген өзіміздің үкіметтік емес ұйымның жұмысын жақсы білу, оны қалай жүзеге асыру бойынша көптеген тренингтерге қатыстық. Осы тренингтердің арқасында біз әзір өзімізге сенімді түрде айта аламыз. Кез келген нәрсені істеуге, жоба жазуды үйрендік, жоба жазуды әзір басқа жастар жұмыс істеп жатыр онымен қатар. Қайырымдылық жасау біздің қоғамдық бірлестіктің маңызды қадамдарының бірі. Өйткені біз жастарды мейірімді етіп тәрбиелеуге тырысып жатырмыз. Олар қараусыз қалған қарттар мен көп балалы және аз қамтылған отбасыларға барып, азық-түлік таратып, шаруашылығына көмектесуде. Жалын жастар көмегіне рахмет, болашақ мектебіне де рахмет. Әр аптасына бір рет, әр жексенбі осы ерікті жастарымыз сабақ өтіп жатыр, жағдайы төмен, оқуға қаржысы жоқ, қосымша оқуға. Соларға біздің балдарымыз ағылшынша, математика сабақтарын өтіп, үйретіп жатыр. Қазіргі таңда қоғамдық бірлестікте 200 ерікті бірлестік жұмысына белсене қатысып, түрлі жобаларды жүзеге асырып, әлеуметтік тақырыптарды қозғап жатыр. Олар үш тілдік саясатта қоршаған ортаны қорғау және гендерлік теңдік бойынша талдау жұмыстарын жүргізуде. Осының арқасында 2016 жылдың қарашасында Оңтүстік Қазақстан облысы азаматтық альянс ұйымы ұйымдастырған жәрмеңкеде әлеуметтік бастамалар мен жобалар бойынша бірінші орынды иеленді. 2017 жылы қоғамдық бірлестік елдің болашағы белсенді жастардың қолында атты жобасы аясында жоба жазу және жүзеге асыру тақырыбында жоба жүзеге асырды. Бұл жоба Береке қоғамдық бірлестігінің Береке ынтымақ арқылы бағдарламасы шеңберінде халықаралық даму жөніндегі ақш агенттігі USAID арқылы Америка халқының қаржылай қолдауымен Қазығұрт ауданында жүзеге асырылды. Және осы жоба арқасында
40 қатысушы жоба жазу және жүзеге асыру атты тренингке қатысып, өздерінің білімдерін жетілдірді. Мен Жалында жастар қоғамдық бірлестігінде 2015 жылдан бері ерікті болып жұмыс жасаймын. Сол сәтте бізге Береке қоғамдық бірлестігі көптеген жобалар ұсынды. Соның ауыл жастарының белсенділігін арттыру жобасына қатыстым, және сол кезден бастап ерікті деген нәрсенің не екенін түсіндім, ұғына бастадым, және де өзім ерікті болудың қыр-сырын түсініп, көптеген тренингтер өткіздім, және тренер болып ауыл жастарының көптеген балаларды ортаға алып шығуға көмектестім. Сонымен қатар көптеген тағы да Береке қоғамдық бірлестігімен көптеген шаралар ұйымдастырдық. Ерікті ретінде келген себебім бұл жерде халыққа және де басқа адамдарға да көмектескім келеді. Соның арқасында мен ерікті бола отырып, өзімнің тренерлік қасиеттерімді дамыта отырып, және де одан ары қарай жетілдіре отырдым. Және соның арқасында мен Сарыағаш қаласында болып, және де өзімнің таңдаулы тренер екенімді сезіп, сонда барып басқа оқушыларға да өзімнің тренингтер өткіздім, және де осы тренингтерді өткізгеніне Береке қоғамдық бірлестігіне алғысым шексіз, және бізді қолдап жатқан Жалында жастар қоғамдық бірлестігіне алғысым шексіз. Жоба қатысушылары аптаның әр жексенбісінде сағат таңғы 10-нан кешкі 6-ға дейін үлгерімі төмен, отбасылық жағдайы нашар оқушылар үшін ағылшын және математика пәндерінен қосымша дәріс өткізеді. Өз уақытын бөліп, білімге тегін баулу асқан адамгершіліктің белгісі екенін олар жақсы түсінеді. Осындай еріктілердің іс-шараларының бірі ол Қазығұрт талантты жастар шоуы немесе Spelling Bee байқауларын айтуға болады. Жалында жастар қоғамдық бірлестігі ең үлкен жетістігінің бірі. Қазығұрт ауданындағы жастар арасында 3 тілде Қазығұрт News онлайн ақпараттық каналының ашылуы болды. Оның журналистері мен операторлары қоғамдық бірлестіктің еріктілері. Бұл онлайн телеарнаның жұмысы барысында жастар журналистика саласының қыр-сырымен танысып, өздері жаңалықтар түсіріп, интернетті дұрыс пайдалану жолында меңгерді. 2015 жылы алғаш жарыққа шыққан Қазығұрт News атты телеканал қазіргі күнде де өзінің қарқынды жұмысын атқарып келуде. Қазығұрт News каналының басты мақсаты қандай? Бұл каналдың басты мақсаты тек қана үлкендер арасында емес, сонымен қатар жастардың арасында алып жатқан жетістіктер, сонымен қатар мақтаныш тұтатын әртүрлі қасиеттерін, қабілеттерін таныта көрсететін бұл қарқынды жоба десек те болады. Қазірде Қазығұрт News каналының бізге көрсетіп жатқан пайдасы қандай? Қазығұрт News каналы жастар арасында үлкен сұранысқа ие. 2016 жылдың 1 қарашасында Сардор Исманов, Жалында жастар қоғамдық бірлестігінің төрағасы, аймақтық жастар форумда секция модераторы болып, Қазығұрт ауданында еріктілерден көшбасшы жасау тәжірибесімен бөлісті. Шараға облыс әкімі, аудандық, қалалық жастар ресурстық орталығы өкілдері мен басшылары, жоғары және орта оқу орындарының жастар комитеті төрағалары қатысты. Жалпы бұл қоғамдық бірлестік Қазығұрт ауданына керек болған, өйткені жастарды қолдау керек болды. Өйткені жастар көбінесе үймен мектепке барумен шектеліп қалған. Осы мақсатта, осы нәрсені жою мақсатында әртүрлі жобалар жүзеге асырып жатырмыз. Бірінші жобамыз ауыл жастардың белсенділігін арттыру деген жоба жазылды біз 2016 жылы. 2017 жылдан бастап жастарға жоба жазу және оны жүзеге асыру бойынша жоба жазып, осы Береке қоғамдық бірлестігінің қолдауымен іске асырып жатырмыз. Бұл бейнеролик Американ халқының Америка құрама штаттарының даму агенттігінің USAID көмегі арқасында дайындалды. Жалында жастар қоғамдық бірлестігі ақпараттық мазмұнына тікелей жауапты, және де ол ақпарат Береке қоғамдық бірлестігінің USAID-тің және Америка құрама штаттары үкіметінің пікіріне сай келмеуі мүмкін.